6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Апалуза радио жарысына менімен бірге келгендеріңе риза шығарсыңдар, а? Әрине, бұл жер белгі іздеушілердің алтын кеніші. Мұнда бөшкелерді айналып жарысуға болады. Арқан тарту жарыстары бар. Сайқмазақтар өнер көрсетеді, кедергілермен жүгіру. Егер осы жарыстардың кейбіріне қатыса алсақ, үшеуміз де жаңа ерекше белгілермен пойыздан Панивилге түсе аламыз. Маған бөшке ерекше жарасар еді. Маған бұғалық керек. Мен білмеймін. Маған барлық жарыстар аздап қауіпті көрінеді. Тәуекелсіз сый жоқ. Қанеки, бәрің мені тыңдаңыздар. Бұл радиоға көп пони қатысуы тиіс. Ешкім жасырынушы болмасын. Әлгі бұзақының біздің әзілдеп тұрмағанымызды білгенін қалайым. Жаман ештеңе болмас деп үміттенем. Белгі іздеушілер жұмағында бұзақы жүрме? Бұл ең қызықты радио болғалы тұр, достар. Я, кеттік. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Жолы болмайтын пони. Мәссаған, бәрекелді. Бұл менің жиенім Қане Applejack, алға. Жарысқа қатыспағаныма біраз болды. Неге екенін Панивилдегі радиолардың барлығы жабылып қалды. Апалузада қалған жарақаттарымның өтемін қайтаратын шығарсың деп ойлаймын, солай ма? Сенің тағыларыңды қалпына келтіру үшін бар күшімді салам. Осылай жалғастыратын болсаң, мен жұмыссыз қалармын. Өй! Ой, кешір. Тоқтай тұр. Менің сіңілім мен оның достары қайда? Мен сенің өнеріңді қатты тамашалап кеткен сияқтымын. Сен кішкентайларға қараймын дедің. Мен қалай жаттығам, егер сен... Міне олар. Мен оларды қалдырған жерде. Ой, ашуланба. Ай, аяғым, алдыңғы аяғым, ай, қатты ауырып тұр. Сендер бұлай қашып кет алмайсыңдар, естідіңдер ме? Радио сахнасы балалар алаңқайы емес. Кешір, Applejack, біз енді ешқайда кетпейміз. Радио демекші, мен белгі іздеушілермен бірге қандайда бір жарысқа қатыссам қайтеді. Немесе 3 жарысқа. Сақтаныңдар! Бұл неткен сұмдық? Балақайлар, амансыңдар ма? Иә. Мәссаған. Ал керек болса. Бұл не өзі, шериф? Шынымен ақ соның өзі ме? Иә, ешкім әнім жоқ. Бұл Trouble Shoes. Бұл рас па? Радионы жаппайтын шығарсыз. Қалайша, қалай болғаны? Радионы жаппайтын шығарсыз. Бұған төзуге болмайды. Қане, тынышталыңдар. Бұл жиналыс, базар емес. Көпшілігің білетіндей, Эквестриядағы радиолар әйгілі қылмыскердің сұрқиястерінің кесірінен жабылып жатыр. Ол Хуф-Ситидегі радиода бөшкелерді қағып кетті. Беймер тәтемді басып кете жаздады. Бұл ештің емес. Ол Пинто Криктегі радиода өгіздерді қамайтын қораның есігін сындырып тастады. Өгіздер қашып шығып, понилерді таптай бастады. Иә, бұл рас. Таңертең Апалузадағы радиода бір оқиға болды. Шөп бумалары мына 3 балақайдың үстіне құлап қалды. Оның тұяқ іздерін өзім зерттедім. Және бұл Trouble Shoes болып шықты. Менің ойымша басқалары сияқты бұл радионда жабуымыз керек қой деймін. Бірақ құрып кеткір бол,
шектен шығып кетті. Біз күзетті күшейтеміз. Радио жалғасады. Аппалуза ешкімнен қорықпайды. Дұрыс айтады. Қорықпаймыз. Бұл мәселе реттелді. Сонымен Эпплджек, Родеоға достарыммен бірге қатысуыма келетін болсақ. Бізді үйге жібермеші, бұлай болмайды ғой. Қыңқылдай берме. Қылмыскер бостандықта жүргенде сендерді мұнда қалдыра алмаймын. Мен де бәрінен бас тартып үйге қайтқаным дұрыс шығар. Жоқ, сен қайта алмайсың. Бұл радио Аппалуза үшін маңызды. Сен тұрғанда жеңіске жетуіміз әбден мүмкін. Жүр, жаттығуыңа бара қой. Мына үшеу үшін алаңдама. Мен оларға бас көз болам. Естідіңдер ме? Балақайлар, мен сендерді жіті бақылаймын. Біз қашпаймыз деп уәде беріп едік қой. Біз қашып жүрген жоқпыз. Траблшузды іздеп жүрміз. Бірақ ол қауіпті қылмыскер емес пе? Біз оны табуымыз керек, бірақ оны ұстамаймыз. Мұнымен шериф айналысады. Ол түрмеге түскен соң жарысқа қатысамыз. Содан кейін ерекше белгілерді ал. Бұл тағы бір алып тұяғызы. Екеуін қай жерде екенімізді білмейсіңдер ме? Мүмкін үйге қайтып кейінірек талпынып көрерміз. Ізден айырылмай тұрғанда кеттік. Болды енді, біз тым ұзап кеттік. Қайтқанымыз жөн болар. Жаңбыр күшейе түсуде, Эпплблум. Ертең қайтып келейікші. Мүмкін сендердікі дұрыс шығар, бірақ қалай қайтамыз? Сонда қалай, сен де білмейсің бе? Бәрің жарадыңдар. Ертеңгі радиоға көп балшық қажет екенін білем, бірақ өкінішке орай бізге жауын жауатын ескерткен жоқ. Брейберн, қыздар қайда? Ха! Тағы да мен жеңдім. Шолым мыңладау. Шериф Сильверстар, бізге көмек керек. Менің сіңілім жоқ, оның құрбылары да. Іздемеген жерім жоқ. Олар еш жерде жоқ. Бұл Траблшуздың ісі сияқты. Тоқтай тұрыңдар. Траблшуз көп бұзықтық жасады, бірақ мұндай әрекетті ешқашан жасамас еді. Не айтып тұрсыңдар? Сонда не, оларды іздегіңіз келмей ме? Соңымнан еріңдер, достар. Кеттік! Сен бұған сенімдісің бе, Скуталу? Мен солай ойладым. Ал енді сенімді емеспін. Сонда менің кесірімнен біз бір жолата адасып кеттік пе? Бұдан өткен сұмдық жоқ шығар. Жауыннан жасырынғанымыз жөн. Оның қанша уақыт жауатыны белгісіз. Қараңдар. Иесі жоқ үйге ұқсайды. Жүріңдер көрейік. Мүмкін сонда көрпе бар шығар. Сәлеметсіз бе? Үйінде шайнек қайнап. Бірақ енді аман қалмаған шығар. Сендерге қонақжайлық көрсет алмаймын. Мұның әдепке жатпайтынын білем, бірақ тағы да ерекше сәтсіз оқиғалардың құрбаны болдым. Маңдай мажазылғаны сол шығар.
Сіз Трабл Шузсыз ба? Иә, менмін. Не істеп тұрсың? Мен оны босатам. Олай істеме, бұл Трабл Шуз. Бірақ ол зұлымға ұқсамайды. Иә, әрине. Үйімде бәліш жоқ кезде үйіме қонақ келеді. Міне, сәтсіздік деп осын айт. Ой! Әне, әдеттегідей жолым болмады. Мұның сәтсіздік екеніне сенімдісіз бе? Меніңше сіз аздап, ебедейсіз бе? Мұны менің белгіме айтыңдар. Төңкелген тағаға. Сәтсіздік. Ол менің маңдайыма жазылған нәрсе. Бұдан құтылмаспын. Сендерге кесірім тимей тұрғанда, кетіп қалғандарың жөн болар. Қане, кетіңдер. Табандарыңды жалтыратыңдар. Кетіңдер дедім ғой. Негізі біз Аппалузаға апаратын жолды білмейміз. Бір қызығы мен білемін. Мәссаған, менің жолым болды. Негізі оның көмектесуге бел буғаны жақсы болды. Егер ол бізді Аппалузаға апарған кезінде шериф оны ұстап алса не істейміз? Егер сол үшін ерекше белгі алатын болсам, өзімді кінәлі сезінетін болам. Тыңдаңызшы, меніңше, бізді Аппалузаның өзіне дейін жеткізбегеніңіз дұрыс сияқты. Шериф сізді Радеоның шырқын бұзғысы келетін әккі қылмыскер деп ойлайды. Үнемі мен туралы жаман ойлайды. Бірақ, бұл рас па? Сендер хикаяларды ұнатасыңдар ма? Тағы да жол. Жоқ деп айтарсыңдар деп үміттенген едім. Құлым кезімде радио жұлдызы болуды қатты армандайтынмын. Бірақ қабілетім болған жоқ. Ой! Ой! Жаттыға бердім. Ақыры радио мектебіне түсуге бел будым. Емтихан кезінде қолымнан бәрі келетінін түсіндім. Және дәл сынақ кезінде олай болады деп кім ойлаған? Менде ерекше белгі пайда болды. Қазылардың күлкілері әлі де есімнен кеткен жоқ. Мен тіпті өнер көрсетіп болмай жатып, тағдырым белгілі болды. Сәтсіздік маңдайыма жазылыпты. Бірақ радиоға деген құштарлығым басылған жоқ. Оған қатысудан бас тарта алмадым. Радионы көрейін деп жасырын келдім. Не деп ойлайсыңдар? Тағы да жолым болмады. Тағдырым сондай болса керекті. Бейшара Трабл Шуз, қазылардың оған бұлай күлгеніне сен алар емеспін. Түсінген жоқсың ба? Олар оған күлмеген. Олар шоуды тамашалаған. Не айтып тұрсың? Өзің ойлаш, егер ол радиода сайқымазақ болса және емтиханда істегенін істесе, бәрінен асып түсер еді. Дұрыс айтасың. Ол әлі де радиоға қатысады, тек өзі ойлағанда емес. Ол осы уақытқа дейін өзінің ерекше белгісін дұрыс қабылдамаған. Бұл сәтсіздік емес, бұл... Осталдың ба? Қырсық шалды деген осы. Трабл Шуз. Жалпылама тәртіпсіздікті айтпағанда, Эквестрияның ізге, радио сүйгіш понилерінің мүлкін және жан тыныштығын бұзғаның үшін қамауға алынатын боласың. Тоқтаңыз! Брейберн, балақайларды қауіпсіз жерге алып кет! Тоқтаңыз, жоқ! Эпплджек! Жоқ! Бірақ Трабл Шуз барлық ойлағандай қауіпті пони емес. Құрып кеткір, сендерге не болған? Мен неге оны түрмеден шығаруым керек? Сендерді орманға алып кеткен сол емес пе? Ал енді ренжімеңдер. Шөп бумаларынан алып қамал тұрғызу жарысында жеңіске жетуім керек. Эпплджек! Жарайды, тым болмаса осы жерден радионың кішкентай бұрышын көреді екенмін. Үнемі осы. Топ, доғарш енді, Трабл Шуз. Матрастарым таусылып барады. Жүріңіз, шериф, қамал соғу жарысынан қорғаласыз.
Рас па? Басталып кетті ме? Жүріңіз, Траблшуз, түрмеден қашатын кезіңіз келді. Одан түк шықпайды. Радионың даусын осында отырып-ақ ести аламын. Біз сіздің арманыңызды орындаудың амалын таптық. Тыңдаңдар, мен әйгілі қылмыскермін. Мені радиоға қалай апармақсыңдар? Қане! Қане, өнерін көрсе! Балақайлар, мен қандай болып тұрмын? Қане, шөп бумасын лақтыра түсіңдер. Алақай! Ай, жарайсың! Жүріңіз, Траблшуз, сіздің кезегіңіз. Не дейді? Мен солай киінген шығармын, бірақ радио сайқымазақ емеспін ғой. Сіз өзіңіздің ерекше белгіңізді қате түсіндіңіз. Сіз көңіл көтеру үшін дүниеге келгенсіз. Сізде понилерді күлдіретін қабілет бар. Бірақ менің ерекше белгім төңкерілген таға, және бұл сәтсіздікті білдіреді. Барлығы оған қалай қарайтыныңызға байланысты. Сіз әрдайым радиоға қатысқыңыз келеді. Мұның сәті түсіп тұр. Қане, барыңыз. Қане, барыңыз. Мұнда екенсіңдер ғой. Әпкен қалай екен? Я, жарайсың. Сендер қашаннан бері сайқымазақтарды тамашалайтын болғансыңдар? Маған бөгет жасама ерекше белгі. Мен қайтсем де шеңберден өтемін. Не болып жатыр? Жетер енді. Бұл радиодағы ең мықты сайқымазақ. Траблшуз! Мәссаған! Ол түрмеден қашып кеткен бе? Кезекті радионың шарқын бұзды. Қуыңдар. Көзің құртсын! Көзің құртсын! Тоқтаңыздар, шын мәнінде ол сіздер ойлағандай пони емес. Әне, бұлай тұрыңдар, балақайлар. Ол түрмеге оралады. Бірақ ол радионың шырқын бұзайын демеген, жай ғана келеңсіз оқиғаларға тап болды. Суэтибел, сен не айтып тұрсың? Траблшуздың қабілеті бар. Ол понилерді күлдіру. Ол радиодағы ең үздік сайқымазақ болуы мүмкін. Бұл рас, өте күлкілі. Ол өзінің ерекше белгісіне қарап, радиодан аулақ жүруім керек деп ойлапты. Бірақ іштей өз орны сол жерде екенін сезген. Ол тек өзінің не істеу керектігін білген. Солай ма? Рас екен. Оның айтқаны рас. Бұл жерде болып көңілдеріңді көтеру менің арманым. Мен солай істегім келген. Мұған енді көзім жетті. Менің ешкімге зиян келтіргім келмеген. Рас айтам, радионы қатты жақсы көремін. Сол үшін шоуға жасырын келіп, ретсіздік тудырумен болдым. Сөйтсем өз ерекше белгімді дұрыс қабылдай алмай жүрген екенмін. Иә, бұл солай болуы мүмкін, Траблшуз, бірақ зиян келтіргенің анық қой. Егер бірдеңе білдірген болсам, жазамды өтеп, бәрін қалпына келтіруге дайынмын. Шын мәнінде, біз радиода не жағдай болғанын түсінеміз. Бірақ кеше түнде неге кішкентай балақайлармен бірге қашып кеттің?
Кешегі түнге келсек. Біз сонда мына жердің бәрін жинастыруымыз керек пе? Мүмкін осының көмегімен мен тыйым салғанда қашып кетпеуді үйренетін шығарсың. Біз онсыз да жазаландық. Сен Панивелге жарқыраған жүлдемен ораласың, ал біз ерекше белгілерсіз ораламыз. Қараш. Сендер Траблшозға өз белгісінің шынайы мәнін түсінуге көмектестіңдер. Сондықтан Панивелге мақтанышпен орала аласыңдар. Мүмкін біз жақсылық жасаған шығармыз. Бұл шынымен жақсы екен. Демек, жинастыру жұмыстарын тоқтата аламыз ба? Жоқ. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл. Алты жасқа толмаған балаларға арналған фильм.